Жылдам хабарнама шұғыл дерек, халық үшін жаман жаңалық. Ассалаумағалейкум, армағазы, халықтың тұрмыс сапасы әлі күнге дейін жақсы емес. Президент: егер осы турасында толығырақ мәліметке ие болғыңыз келсе, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, каналымыздың дамуына өз үлестеріңізді қоса кетуіңізді сұранамыз. Ал онда біз бастадық. Құқықтық әділетсіздік белінің алды. Бай мен кедейдің арасы алшақтай түсті. Алдағы 5 жылда үкімет және парламент осы негізгі мәселелердің шешімін табуы қажет, деді Тоқаев. Мемлекет басшысы экономикалық және әлеуметтік салалардың жылдар бойы жиналып жатқан түйткілдер бар екенін айтты. Оның барлығын ретке келтіру тапсырылады. Сол үшін жұрттың бәріне бірдей жаға бермейтін, бірақ тиімді әрі қажетті шешім қабылдау керек болады, деді президент. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.